2012 жылдың 14 желтоқсанында Қазақстан тарихында аса маңызды саяси құжат Қазақстан 2050 стратегиясы жарияланды. Бұл стратегияны Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев халыққа арнаған жолдауында ұсынды. Аталған құжат еліміздің ұзақ мерзімді дамуына арналған жаңа саяси бағытты айқындап, Қазақстанды 21 ғасырдың жаһандық сын-қатерлеріне дайын, бәсекеге қабілетті мемлекет ретінде қалыптастыруды мақсат етті. Қазақстан 2050 стратегиясы бұған дейінгі Қазақстан 2030 стратегиясының логикалық жалғасы. Онда әлемдік даму үрдістері терең талданып, адамзат алдында тұрған негізгі 10 сын-қатер нақты көрсетілді. Атап айтқанда, демографиялық теңгерімсіздік, азық-түлік және су тапшылығы, энергетикалық қауіпсіздік, табиғи ресурстардың сарқылуы, үшінші индустриялық революция, әлеуметтік тұрақсыздық пен құндылықтар дағдарысы сияқты мәселелерге ерекше назар аударылды. Бұл стратегияның басты саяси бағыты қалыптасқан мемлекет құру. Яғни, заң үстемдігіне негізделген, есеп беретін мемлекет қалыптастыру, кәсіби мемлекеттік аппарат құру, экономиканы әртараптандыру және әлеуметтік жауапкершілікті арттыру көзделді. Осы мақсатта 2015 жылы ұлт жоспары 100 нақты қадам қабылданып, 5 институционалдық реформа жүзеге асырыла бастады. Стратегияда әлеуметтік саясатқа, әсіресе балаларды қорғау, білім беру, денсаулық сақтау салаларына басымдық берілді. Балапан бағдарламасы, Назарбаев зияткерлік мектептері, болашақ халықаралық бағдарламасы осы бағыттағы нақты қадамдар болды. Сонымен қатар, жаңа қазақстандық патриотизм идеясы ұсынылып, көпэтносты қоғамдағы бірлік пен келісімді сақтау басты құндылық ретінде белгіленді. Сыртқы саясатта Қазақстан аймақтық және жаһандық қауіпсіздікті нығайтуға, экономикалық және сауда дипломатиясын дамытуға бағытталды. Бұл еліміздің халықаралық аренадағы беделін арттырды. Қорытындылай келе, Қазақстан 2050 стратегиясы еліміздің ұзақ мерзімді дамуын айқындаған, болашаққа бағытталған, жауапты әрі жүйелі саяси бағдарлама. Бұл құжат Қазақстанды тұрақты, қуатты және біртұтас мемлекет ретінде қалыптастыруға негіз болды.